сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып баласынан безген әйел. Болған оқиға ізімен сіздермен әңгімемен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, осы әңгімені соңына дейін тыңдауға кеңес беремін. Бірде Әуестің анасы Балапан, біздің үй жақта бір қыз бар. Өте пысық қыз екен. Ернұрға алып берсеңдер қайтеді, деді. Амандық пен Әуес қызды көруге барады. Қыз ерлі-зайыптылардың көңілінен шықты. Ернұр тұла бойы тұңғыштары. Ұлдарының аяқтануына екеуі де іштей тілеулеседі. Ернұрды ертіп барып, қызды көрсетеді. Қыз Ернұрдың да көңілінен шыққан сияқты. Ернұр қызбен 10 шақты күн сөйлесіп жүріп, үйленуге ұсыныс жасайды. Қыз да келісімін беріп, сөйтіп екеуі үйленеді. Амандық пен Әуестің қуаныштарында шек жоқ. Тұңғыштары шаңырақ көтерді. Келінді болды. Үлкені аяқтанса, қалғандары да ағаларының жолымен жүретін аян. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба да сонда жүреді деген. Келін Панар 3 рет босанып, үшеуі де шетінеп кетті. 4-ші немере туғанда шешесінің терезесінен шығарып, ақысын беріп сатып алды. Әбу-Насыр деп ат қойды. Әбу-Насырге 3 ай толғанда бір күні Панар 3-ті келі жоқ болды. Қайда баратынын да айтпаған. Бұлардың іздемеген жері жоқ. Бірде Әуестің сіңлісі Дәмегүл Алматыға барады. Бір жерде Панарды көріп қалып, артынан қуып барып жөн сұрайды. Панар сонда да жөнін айтпайды. Оның мекен жайын алады. Соңынан Ернұр барып алып келеді. 6 ай бойы қайда не істеп жүргенін күйеуінен де жасырады. Ернұр ата-анасына бөлек шыққылары келетінін айтып, рұқсат сұрайды. Талғарға барып жұмыс істеймін дейді. Алдымен Ернұр мен Панар Талғарға барып пәтер тауып келеді. Сөйтіп бөлек шығады. Амандық пен Әуес бір айдай уақыт өткенде қалай тұрып жатқандарын білуге Талғарға баласының үйіне келеді. Ернұр Маралсай деген жерде құрылыста істеп жүр екен. Ата-ана байғұс бұларға бір табан жақындамақ боп, кейіннен Талғар ауданынан ауылына көшіп келеді. 6 қараға үй салып алады. Әуес базарда шекілдеуік сатып, Амандық болса ержеткен балалармен совхозда жұмыс жасайды. Бірде шемішке сатып отырса, қасына ақ жүгілей кеп тоқтайды. Әуес құдағиының сіңілісінің күйеуін тани кетеді. Солармен бірге үйге келсе, Әбу-Насыр немересі отырады. Амандық та үйде болатын. Ой, біздің кішкентай қайдан жүр деп немересін көтеріп ап сүйгіш дейді. Сөйтсе әңгіме былай болыпты. Бірде Панар Әбу-Насырды көршісіне әкеп базарға барып келейін, сіздердікінде отыра тұрсыншы деп тастап кетеді. Көршісі баланы 2 күн қарайды. Шешесі келмейді. Панардың шешесінің сіңлісін таниды екен. Ақыры соған апарып береді. Шешесінің сіңлісі 10 күнде қарап келмеген соң атасы мен әжесіне әкелген екен. Ернұр жұмыстан шығып үйге келді. Олар енді Алматы шетіндегі Ұлжан шағын ауданына көшіп келіп үй салады. Дорожник деген жердегі мектепке Әбу-Насыр 1-ші сыныпқа барды. Директоры орыс екен. Қазақша судай ағады. Директор Әуесті кабинетке шақырып, немереңізге әлеуметтік көмек аласыз ба деді. Алмаймын. Ендеше бұлай етіңіз. Шешесін іздеп табыңыз. Баласын ала ма, алмай ма? Алмаса қолхат берсін. Төлқұжаттарының көшірмесін берсін. Бір мұғалім қызды Әуеске қосып берді де, мына кісіге құжат жасайтын жерді көрсет, деді. Панардан қолхат алу үшін Әуес оны іздеуге шығады. Ұзынқұлақтан бір ауруханада істейтінін естіген. Аурухананың біразын сүзіп шығады. Bir танысы Панарды облыстық ауруханадан көрдік деген соң сонда барады. Кадрлар бөлімінің бастығына барып, келінін іздеп жүргенін айтады. Архивті 3 күн ақтарып әзер табады. Нұрлан деген жігітке күйеуге шыққан екен. Ол да осы ауруханада құрылыста істейді екен. Кадрлар бөлімінің бастығы әлгі жігітті шақырып береді. Жігітке Әуес, Панардың күйеуі бар, оған қалай үйлендің дейді. Анау ажырастым деген деп қарап тұр. Өзің бұрын үйленбеп пе едің? Үйленгенмін, 2 қызбен ажырастық. Әпкеме жездем сай демекші. Біріңді бірің тапқан екенсіңдер ғой. Мені үйіңе баста, әйеліңмен сөйлесуім керек, деді. Жігіт Әуесті үйіне ертіп барып, өзі кетіп қалады. Панар төсекте баласын емізіп отыр екен. Әуесті көргенде түрі құп-қу боп, тілі байланып қалғандай, бір ауыз тілге келе алмады. Әуестің бір аяғы іште, бір аяғы сыртта. Панар, неге үндемейсің? Ернұр қайтыс болған. Әбу-Насырды өзің аласың ба? Соны білейін деп келдім. Әйел не, я, не, жоқ
деместен отыра берді. Егер маған қалдырсаң, қолхат бер, паспорттың көшірмесін бер, мен сенің ошағыңды ойрандайын деп келгем жоқ. Тастай қашқан балаңды мектепке беріп құжаттарын түгендеумен жүрмін. Бірақ ол күні ештеңе бітіре алмайды. Төлқұжаттың көшірмесін сұрап 4 ай сенделеді. Ең соңында кадрлар бөлімінің бастығына келіп, әлгі Нұрлан деген жігітті шақырып беруін өтінеді. Ашуға булыққан әуес, мені осынша қаңғыртқандарың үшін мен де аямаймын сендерді. Сені жұмыстан шығартамын, әйеліңді аналық құқығынан айыртамын. Ол баламмен ажыраспай тұрбақ сенімен үйленіп алған, туған баласын тастап кеткен, дейді. Апатай, осы жұмысқа әзер орналасып едім. Қолхатты мен алып беремін, деп жалынғандай кейіп танытты. 10 күннен кейін келемін, қолхатты алып дайындап қой, деп кетті. Айтылған мерзімде үйлеріне барады. Панар мүлдем өзгерген. Апа, келіңіз, жоғары шығыңыз, деп бәйек болады. Қызылдап шай құйды, ішкісі келмеген. Бірақ асты қорлау күпірлік. Әбу-Насырды ерте барған, бірақ бетінен сүйген де жоқ. Әбу-Насыр ме? Деді де қойды. Қазір сол Панардың бір ұл, бір қызы бар екен. Қызы биыл 19-ға келіпті. Параличпен ауырады екен. Еш кінәсі жоқ қаршадай сәбидің көз жасына қарамай тастап кеткен тас жүрек шешенің зардабы баласына тиген шығар деп ойладым, дейді әуес. Кезінде Ернұр ұлыма, қайта үйленсеңші, қашанға жүре бересің дегенімде, үйленбеймін, өзінен тумаған балаға бөтен әйел қараушы ма еді? Балама ешкімге шапалақ салдырмаймын деген еді. Өзі 1 жылдан кейін дүние салды. Сөйткен Әбу-Насыр әжесінің жетелеуімен мектепті жақсы бітірді. Университетке де түсіп, оны да ойдағыдай тәмамдады. Былтыр 2019 жылы отбасын құрды. Қазір әжесінің қамқоршысы. Өкінішке орай Әбу-Насырдың қызығын атасы амандық көре алмады.